Наурыз мейрамын оқу орындарда дүркіретіп қарсы алып, думандатып тойлады. Мәселен, Өскемендегі Оралхан Бөкей атындағы номері 44-ші мектеп-лицейінде ұлыстың ұлы күні өзгеше айшықпен аталып өтті. Мектеп аумағында мерекені айшықтайтын оқушылардың сахналандырылған қойылымдары ұсынылды. Ұлтымызды ұлықтайтын әсем әндер шырқалып, мың бұралған би мен күмбірлеген күй төгілді. Мерекелік концертті тамашалауға келген ата-аналар қауымы бір-бірін жыл басымен құттықтады. Барлықтарыңызды Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Ұлыстың ұлы күні барлықтарыңызға бақыт, жақсылық, мықты денсаулық әкелсін. Біздің лицейімізде 9 наурыздан бастап арнайы жоспарлы түрде осы ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін ұлықтауға байланысты жүйелі түрде іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Біз ең бірінші жұмысымызды оқушыларымызға көтеріңкі көңіл-күй сыйлау үшін бірінші қабаттың дәліздерін безендіру жұмыстарынан бастадық. Бұл безендіру жұмыстарына мектебіміздің ұжымы, ата-аналар өздерінің көп үлестерін қосты. Енді 9 наурыздан бастап күнделікті мектебімізде осы Наурыз мерекесіне арналған ұлттық салт дәстүрлерді дәріптеуге арналған арнайы іс-шаралар өткізіліп жатыр. Білім ұясының ұстаздары мен оқушылары құлшыныс танытқан мерекелік шара өзгеше бояумен әрленіп, жиналғандарға айрықша көңіл күй сыйлады. Өнерлі жастар мың бұрала билеп, ән мен күйден, жырдан шашу шашты. Ерекше әсер сыйлаған Наурыз мерекесі көптің есінде талай уақытқа қалатыны сөзсіз. Балаларға көтеріңкі көңіл күй, қуаныш сыйлау үшін мектебіміздегі бұл шараларға мектебіміздің ұжымы, оқушыларымыз, ата-аналарымыз барлығы белсене қатысуда. Сондықтан барлық белсене қатысқан мектеп ұжымына, ата-аналарыма және шәкірттеріме өзінің үлкен алғысымды білдіремін. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Наурыз тойын домбыраның күмбірінсіз елестету қиын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар өз елін қорғай алатын елжанды, ұлттық намысы мол жігері жастарды тәрбиелеуге жол ашады. Наурыз мерекесі бұл ұлттық мереке. Наурыз мерекесі бұл ұлыстың ұлы күні. Осы ұлыстың ұлы күні ақ түйенің қарны жарылған күнімен барша қазақ елін құттықтаймын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсақ та барлығымыздың жолымыз болсын. Мереке құтты болсын, келесі жылғы мерекеге дейін аман есен жетіп, барлығымыз жаңа жылымызды тойлай берейік. Шара соңында мерекелік дастархан жайылды.